Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айжан Кәрбай, менің арнама қош келдіңіздер. Тақырып астында жазылып тұрғандай, тұрмыс құрғанға дейін білу керек нәрселер. Мені инстаграмда болсын, ютубта болсын, өте көп жас қыздар көреді. Айжан апке, маған қандай кеңес бере аласыз, тұрмыс құрмаған қыздарға қандай кеңес бере аласыз, не білу керек деген сияқты. Мен өзім де сондай болған, мен ол қыздарды өте жақсы түсінемін, өйткені қорқыныш болады, тұрмыс құрғанға дейін. Жалпы қыз баласы болашағы туралы ойланады. Жігіті болмаса менің ертеңгі жарым қандай болады екен деп ойланады. Болса, ол да проблема, ол ма, ол емес пе деген сияқты негізі бізде басымызда сондай бір сұрақтар өте көп болады. Енді мен бүгін сіздерге біраз сол жайында көмектескім келіп отыр. Шай, суларыңызды алып, жайғасып, менің видеомды тамашалаңыздар. Осыған дейін тұрмысқа байланысты, қарым-қатынасқа байланысты көп сұрақтардан кішкене қашатынмын, өйткені әлі де менде тәжірибем аз деп ойлайтынмын. Бірақ қазірдің өзінде қарап отырсам, уже 6-шы жылға қарай кетіп бара жатыр екен біздің тұрмыс құрған жылдарымыз. Жолдасым, жарым Диас Жорабеков, көбісі танитын шығар. Ағылшын тілінің маманы қазірде, инстаграмда да, осы ютубте де көптеген видеолар жасайды, яғни өте белсенді әлеуметтік желіде. Біздің қазірде бір баламыз бар, екінші баламызды күтудеміз, және де тұрмыс құрғанымызға, үйленгенімізге 6 жылдай болып қалды, 6-шы жылға кетіп бара жатыр. Кішкене жеңілдеу болсын, мына видео қатты ұзақ болып кетпесін деп бірнеше пункттерге бөлдім. Соның ең біріншісі, менің өз басымнан өткен нәрсем, ол тұрмыс құрғанға дейін өзіңіздің отбасыңызда, яғни ата-анаңызбен, бауырларыңызбен тұрған отбасыда бір проблема болса, сол жерде бір реніштер болса, сол жерде қалып кеткен бір шешілмеген нәрселер болады, комплекстер ма, сондай бір нәрсе болса, яғни сіздің балалық шағыңызбен байланысты сол нәрселердің барлығын шешіп барып тұрмыс құрған жақсы. Тұрмыс құру деген, ол кейбір кітаптарда айтады, это как увеличительная лупа дейді. Сен өзің қандай багажбен келесің, сол багажды саған үлкейтіп көрсетеді. Яғни сол тұрмыста сен қандай бір таракандарың болса, қандай да бір шешілмеген басыңда проблема болса, ертең сен тұрмыс құрғанда сол проблема одан сайын сенің алдыңа үлкейіп келуі мүмкін. Сол себепті жалпы кез келген адам баласы, кез келген қыз баласы меніңше психология жөнінде хабары болу керек. Өз-өзімен қалай жұмыс істеу керек. Ішінде бір сондай проблемалар болса, реніштер болса, оларды қалай жеңуге болады деген сияқты сұрақтар өз-өзіңізге қойып, соның жауабын іздеуге, соның жауабын табуға тырысыңыз. Ол болсын психологпен жұмыс бола ма, өте күшті шешім. Немесе кітаптар арқылы өзіңіз шешесіз бе, қандай болса да, ең бастысы мен осының проблеманы шешкім келеді деген ниетіңіз болса, сіздің алдыңызға шешімін алып келеді. Ең жақсы, тағы да айтам, ол психологпен жұмыс істеу менің өз басымда да болған. Тұрмыс құрғанға дейін мен өте қатты сезіп жүрмін, менің ішімде сондай бір проблемалар бар. Бала кезден қалған ол барлығында болады. Бір травма дейміз, бір ата-анаң бір нәрсе дұрыс емес айтып қойды, сенде уже ол бір травма, реніш сияқты сен оны қабылдайсың. Сол себепті сол нәрсенің барлығын шешіп, былайша айтқанда пустой лист дейді ғой, енді барлығын шешіп тастайсыздар деп те айта алмаймын, бірақ бір үлкен бөлігін шешіп, ол ертең сіздің өміріңізге бір ауыртпашылығын, бір зиянын алып келмейтіндей болғаны өте жақсы. Сіз ата-анаңыздан әлі ажырамаған болсаңыз, психологияда созависимость деген түсінік бар, яғни бір адамдарға тәуелді болу. Ол енді көбінесе бала кезден алып қарасақ, ол анаға тәуелді болу, әлі ажырамау, әкеге қатты тәуелді болу, олардың ойына тәуелді болу, тек қана солар бір рұқсат етсе ғана жасау. Яғни адам баласы есею керек қой, есею бір сатыларынан өтеді, сол сатыдан өтпей қалу деген сияқты. Сонда егер де бір мәселелер болса, сіз сондай адамды іздеп тұрасыз. Яғни ата-анадан енді ажырадың, жасың 25-ке келді, бірақ бәрібірде іштей сен сондай бір ата-ананы іздеп тұрасың. Және де сенің алдыңнан сондай жігіттер шыға береді. Яғни ол бір кішкене
тиран сияқты, я бір өзін сіздің ата-анаңыз, папаңыз немесе мамаңыз ұстайтын, сондай бір немесе сондай жігіттерді қалап тұрасыз, я. Басқа жақсы жігіттерге қарамайсыз, тек қана сондай бір сізді бүйтіп құшағына алатын, жаңағыдай бір айтады, қамқорлығына алатын, сондай бір папа сияқты, кішкене дәу деген сияқты сондай жігіттерге ғана қарап жүруіңіз мүмкін. Ал ондай жігіттер бас кезінде мүмкін сондай қамқорлығын алады, ал кейін ол тіпті жаңағыдай тиран сияқты, тіпті қатты сізді ешқайға жібермейтіндей, немесе сіз өзіңіз бір өсе алмай сол қарым-қатынаста бір әлі кішкентай бала сияқты болып қалуыңыз мүмкін. Ал ертең ол сіздің күйеуіңіз, енді ол қанша жерден оның функциясы басқа, ол ата-ана емес, сіз үшін. Ол ертең жалығуы мүмкін, әрдайым бір кішкентай қыз сияқты үйде. Яғни балалармен қатар бір оған да қарап жүру керек деген сияқты. Ал ол ертең өсе келе өзінің қатарлас бір серіктесі болғанын қалайды, қасындағы адамның. Яғни сондай неше түрлі проблемаға кезігуіңіз мүмкін. Сол себепті ең басынан сол ата-анамен байланысты бүкіл мәселелерді шешіп алып, ата-анадан дұрыстап ажырап, яғни сепарирование деген бар психологияда, сепарация жасап дайын болу керек. Сол кезде сіз дені сау, сондай бір қарым-қатынасты өзіңіздің өміріңізге алып келе аласыз. Конфликттер міндетті түрде болады тұрмыста. Ондай конфликтсіз біз тек қана бақытты боламыз деп жаңағыдай ертегідегідей жүретін, кинодағылардай бүйтіп қол ұстасып жүретін күндер әрине болады, бірақ күн сайын сондай болмайды. Міндетті түрде конфликтлер болады, онсыз ешқайда кете алмайсыз. Енді әрине конфликт деген енді кішкене жұмсағырақ естіледі, ұрыс керіс деп айтқым келмейді, өйткені ұрыс керіс деген бір негатив, бізде бірден. Конфликт деп алайық. Конфликті десек, онда ол бір даму сатысы сияқты. Ол конфликтсіз, сіз тек қана былай қол ұстасып жүре берсеңіздер, сіздер бір орында тұрып қала бересіздер. Конфликтіні бізге не үшін береді? Біз бір-бірімізді одан сайын жақсырақ түсіну үшін, compassion деген болады. Яғни бір-бірімізге деген сондай бір сіңуіміз жақсырақ болу үшін. Кәдімгідей уақыт өте келе, сондай конфликтлерді басыңыздан өткере келе, сіз шынымен де жарыңызға тек қана бір маған бақыт сыйлайтын адам деп емес, мен де оны бақытты қыла алатын адам. Ол ер адам, он должен так делать, мен әйел адам, я должна деген нәрселерді алып тастайсыздар. Сіздер уже от того, что мен қалаймын, яғни я хочу деген бір позициядан сондай бір саналы бір қарым-қатынастар басталады. Сол себепті ол деңгейге келу үшін конфликт міндетті түрде болады. Сол себепті ол конфликтіден қашпаңыздар. Керісінше сіздер ересек адам ретінде сол конфликтіден сабақ алуларыңыз керек. Бір сондай ұрыстың бір ұшы шығып қалса, бірден мысалға ой жарайды, қоя қояйықшы деп мысалға қашып әрдайым, немесе өзіңнің ішіндегі бір проблемаңды айта алмай, мысалға сен бір гүл сыйлағанын қалайсың, ал сен оны айта алмай, қиналып, енді ең қарапайым жаңағы мысал дейік. Сондай болып жүрсең, конфликтіден қашып, әйтеуір ұрыспай қояйықшы, әйтеуір жаба салайық деген сияқты. Онда сен іште жаңағыдай кішкентай адам болып, кішкентай бала кейпінде қала бересің. Ал үлкен адам дегеніміз ол қалай? Ол конфликтіден қашпайды, ол конфликтіні көтере алады. Яғни артық эмоцияны алып тастап, қатты агрессияға беріліп, ашу шақырып, сондай емес, эмоцияны алып тастап түсіндіре алады. Маған білесің бе, маған мынандай керек. Менің ішімде мынандай қазір түсініспеушілік болып жатыр. Мен өзімді жайсыз сезініп жүрмін. Сен өте қатты кеш келесің жұмыстан. Менің ойыма неше түрлі ойлар келеді сондай кезде. Бір маған хабарын беріп қой деген сияқты, Яғни дұрыстап түсіндіру деген ол ересек адамның позиция. Бірден жылап, сен мені жақсы көрмейсің, сен мені бағаламайсың деген сияқты нәрсе, ол кішкентай баланың позициясы. Әрине енді әрдайым тек қана сондай бір қатал, сондай бір объективті, адекватты адам болыңыз деп айтпаймын. Енді ситуациялар әртүрлі болады. Кей кезде әрине олай еркелеудің де өзінің жөні болады. Сен мені жақсы көрмейсің деп мысалы бұртиып, кішкентай қыздың рөлін ойнау деген сияқты. Ол да керек, ол да қарым-қатынас үшін өте жақсы. Бірақ әрдайым тек қана сондай кішкентай қыздың рөлінде жүрсеңіз, ол сізді бір кішкентай бала ретінде қабылдаса, ол да негізі дұрыс емес. Одан кейінгі өте бір үлкен тақырып, ол өзіңіздің энергияңызды толтыра білуді үйрену. Оны да тұрмыс құрғанға дейін үйреніп алғандарыңыз өте жақсы.
Мысалы сіз қазір өзіңіз жалғыз басты қызсыз, энергияңыз өзіңізге жетеді, саморазвитиемен айналысасыз, бір жерлерге барасыз, яғни ешкімге сіз энергияны былай бермейсіз. Ал отбасы болғаннан кейін сіз күйеуіңізге энергия бересіз, яғни күйеуіңіз сізден энергия алады. Ертең балаларыңыз болса, сіз балаларыңызға энергия беру керексіз. Біздің де мамаларымыз қандай, мамаларымыз үйге келсе, жадырап, жайнап келсе, бәріміздің көңіл күйіміз күшті деген сияқты. Яғни әйел адамның энергиясы бәрібір де ықпал етеді. Қанша жерден жаңағыдай қазірде феминистер қарап, ой, опять жаңағы әйелдердің энергиясы, зачем мы должны отдавать деген сияқты әңгіме айтқанымен, ол бәрібір де бар нәрсе. Біз оны ойбай мен берем энергиямды деп емес, жалпы сіздің көңіл күйіңіз жақсы, позитивный болып жүрсеңіз, сіздің аураңыз бәрібір де оған ықпал етеді үйдің ішіне. Сол себепті әрдайым өзіңіз үшін ең біріншіден энергияңыздың толық болып жүргені өте жақсы. Тікелей мағынасында алсақ, энергияны, яғни денсаулық ретінде алсақ, бір ресурс ретінде алсақ, денсаулығыңызда бір ақаулар болса, жалпы ақау болғанда да мысалға анемия болса сізде, сіз өзіңіз білмей жүрсіз, оны міндетті түрде тексертіп, міндетті түрде шешімін, яғни шешу керек. Өйткені анемия кезінде негізі адам өзімен өзі шаршап жүреді, энергиясы жетіспейді, бір белестер алуға, тек қана әйтеуір өмір сүріп қана жүреді, былай выживать етіп жүреді. Ал жаңадан бір аура жасап, атмосфера жасауға оның уже энергиясы жетіспейді. Ол, яғни сіз сондай бір жалқау емессіз, яғни қарапайым түрде жай ғана сізде анемия болуы мүмкін, яғни қан аздығы, темір жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сол себепті сондай да бір проблемалар болса, басқа да өте көп әйел адамдарды жаңағыдай слабые надпочечники дейді, бүйрегіңіз ауырады деген сияқты, гормондар дұрыс емес болса, оның барлығы көңіл күйге, әйел адамның энергиясына әсер етеді. Сол себепті сондай да бір нәрселеріңіз болса, бұл өте жаңағыдай практичный дейікші, практичный кеңес, емдеп алыңыздар. Өйткені ертең сіздер уже отбасылы болғанда, сіздің энергияңыз өте көп болу керек, үйдің шаруасы бар, жалпы қарым-қатынасты реттеуде, балалы болғанда одан да тіпті сізге жалпы әрдайым ресурста болу керек өзіңіз үшін. Өйткені егерде сіз шаршап жүрсеңіз, сіздің ештеңкеге қауқарыңыз болмайды, ештеңкеге желанияңыз болмайды, былайша айтқанда. Әрдайым шаршап, ұйықтап жүрген мама, ұйықтап жүретін әйел, ол да енді ешкімді бақытты қыла алмайды. Екінші жағынан, сізге не бақыт алып келеді, не қуаныш сыйлайды сізге, соны біліп алғаныңыз жөн. Оны енді бір күннің ішінде біле алмайсыз, просто мысалға пробуйте. Ән айту, мысалға би билеу, кітап оқу, ваннада жату, мүмкін бір жазу шығар, өлең шығару деген сияқты не нәрсе сізге энергия сыйлайды. Сол нәрселерді жасап, қазірдің өзінде тұрмыс құрмағанға дейін әдетке айналдырып, кәдімгідей ол сізде бір автоматты түрде жүретіндей, оған бір көп сіз уақыт іздеп, ой мен ол үшін киім алу керекпін деп жүрмейтіндей, жалпы бір оңай нәрсе ретінде өз-өзіңізге әдет қылып жасап алыңыз. Ертең уже тұрмыс құрғаннан кейін, вдруг сіз сондай бір шаршап, уже энергияңыз болмай бара жатқанда сол нәрсені тез-тез жасайсыз. Ол бір тоқыма тоқу болсын, бір сондай бір оңай нәрсе, хобби дейік, сізге бірақ өте жақсы энергия алып келетін. Сол нәрсені жасап отыруды әдетке айналдырыңыз. Ал егер де ол хоббиіңіз сіздің өмірлік бір ісіңізге айналса, ол тіпті керемет, онда сіз тіпті жақсы ресурсты әйел боласыз. Ол енді өте жақсы болады. Тағы да осы пунктке өте қатты ұқсайды, ол өз бақытыңызды өзіңіздің жауапкершілігіңізге алу. Яғни күйеуіңізге оны таңып қоймау. Яғни көп қыздардың қателігі мені бақытты қылу керек. Яғни ты должен мне дарить цветы, сен маған тәтті алып келу керексің, мені жаңағыдай еркелету керексің деп барлығын таңып қоямыз, бүкіл бақытымызды сол адамның қолына беріп қоямыз да, өзіміз королева болып жатамыз. Бірақ ол негізі олай жұмыс істемейді. Әрине, жаңағыдай конфетно-букетный период деген болады, жаңағыдай ухаживание деген болады. Әрине, ол нәрсенің барлығы керек, бірақ уже тұрмыс құрғаннан кейін тек қана бүкіл бақытыңызды сол күйеуіңіздің қолына беріп қою деген өзіңізге ертең жаман болады. Яғни сіз әрдайым в ожидании боласыз.
мысалға енді әрине ер адам ол жұмыс істейді, оның там әр кезеңде әрқалай ғой, бір кезде мүмкін ода бір карьерасында қатты бір взлет болып, ол отбасыға деген жаңағыдай бүкіл уақытын мысалға жұмысына беруі мүмкін, сол кезде сіз күтіп отырасыз, қашан келеді, қашан мені бақытты қылады, ол неге маған назар аудармайды деп, яғни сізде уже ожидание болады, мені қашан бақытты қылады деген сияқты. Сол себепті жалпы күн сайын сондай ожидание болмас үшін, күн сайын күйеуіңізге жаңағыдай қашан маған бүйтесің деп миын былайша айтқанда жемеу үшін өз бақытыңызды өз қолдарыңызға алыңыздар. Бақыт деген ол бір сыртқы факторлардан келетін нәрсе емес, ол адамның ішкі бір настройы, ішкі бағдары. Мысалға таңертең тұра сала, мені бүгін кім бақытты қылады екен, кто мне что подарит деп емес, жалпы мен бүгінгі күніме шүкіршілік айтам, бүгінгі күнім қандай күшті деп өзіңіз настрой жасаңыз, медитация жасаңыз таңертең тұрып, немесе бір рутиналар жасап алыңыз, дәстүрлер, таңертең тұрып су ішу, немесе таңертең тұрып кішкене бәрінен ерте тұрып алып, наушник тағып, сүйікті әніңізді қойып, кішкене билеу деген сияқты үйдің ішінде уже сізде настроение пайда болады, уже сіз кішкене бақытты бола бастайсыз. Одан кейін сондай бір мелочный нәрселер өзіңізді бақытты қылатын, яғни әр адам өзі көңіл күйін өзі жасайды. Егер де сіздің көңіл күйіңіз солай өзіңіз жасап, өзіңіз бір өлең айтып, бүгін мынандай бір күшті нәрсе жасайыншы деген сияқты, бір әдемі киім киейінші үйдің ішінде деп, өзіңізбен өзіңіз сондай бақытты болып жүрсеңіз, сіздің күйеуіңіз сізге қарап одан сайын тартылады. Яғни ол андай энергияны көреді, одан сайын сізге тартылады. Ал егер сіз тұра салып, бүгін не істейміз, қайда барамыз, давай бір жерге барайық, или там, білмеймін, бір столько сыртқы факторлардан мен бір жерге шықсам ғана, бір нәрсе істесек қана мен бақытты болам, так мысалы ештеңке болмай қалса үйде жатам деген сияқты емес. Керісінше, өзіңіз сол нәрселерді жасасаңыз, настроениені, ол адам сізге тартылады. Ал жаңағыдай күтіп жүрсеңіз, мен күйеуім қашан келеді, кешкісін келсе жұмыстан, сол кезде ғана бір жерге шықсақ, оған дейін жарайды бір нәрсе жасай тұрам деген сияқты, уақытымды өлтіре тұрам деген сияқты нәрсе болмау керек. Ол кезде керісінше сіз уже ала беретін адам боласыз. Маған бер деген сияқты, сізден ештеңке шықпайды. Ол уже бір дисбаланс, ол уже кейін келе, яғни бір күн, 2 күн шыдар, бір жыл, 2 жыл шыдар, бірақ одан кейін уже ол адамда шаршай бастайды. Бақытымызды өзіміздің қолымызға аламыз. Мен қалай да бақытты бола алам, білмеймін, бір хоббимен айналысып, егер де жұмыс істемейтін болсаңыз, кітап оқып деген сияқты негізі бір іс тауып алған әйел адамға, егер де жұмыс жасамай декретте отырса, міндетті түрде бір қосымша іспен айналысқан өте жақсы. Өйткені ол сізді біріншіден бір орында тұрып қалмауға көмектеседі, екіншіден әрдайым дамып отыруға, қазір марафон, курс деген толып жатыр, Әрине бәріне подряд жазылыңыз деп айтпаймын. Бір өзіңізге қызықтысы, ол тек қана психологиялық емес, жай ғана бір по сервировке бір марафон, немесе өзіңіздің қызығушылығыңызға байланысты, мүмкін бір тігін марафоны бола ма, кез келген нәрсені өзіңіз жасап, сол нәрседен ләззат алып, ол бір сіздің өмірлік ісіңізге айналып, ертең сізге ақша алып келетін нәрсе болу қажет емес. Жай ғана ол ауысып тұрса да болады, бір күні мынаумен айналыстыңыз, екінші мынаумен деген сияқты. Ең бастысы өзіңізді сол үшін сынамай, іште жемей, яғни мен тұрақсызбын, мен бір нәрсені айналысып, содан результат шығару керекпін, ақша табу керекпін деген сияқты, ол уже бір басқаша мужской подход, Сізде бәрі сондай плавно болса, егер де болып жатса, әрине күшті, керемет, ары қарай дамытыңыз. Болмай жатса, өзіңізге ұрыспай, басқа нәрсемен айналысып көріңіз. Яғни, әйел адамның энергиясы деген ол сондай, яғни плавно, қатты бір напормен емес, текучий болып, бірақ тоқтап қалмау керек. Яғни ешқашанда тоқтап қалмаңыздар. Видеоның соңында бір тексеріп қойын. Сіздерге пайдалы болып деп сенемін. Ең басты нәрсе ол ниет. Яғни ниетіңіз болса, жақсырақ өмір сүруге, жақсырақ адам болуға, ең басты сол ниеттеніп көріңіз, амалдардың барлығы табылады. Мүмкін менің осы видеомда бір сізге белгі шығар.
бүгіннен бастап өміріңізді жақсартуға, бүгіннен бастап позитивті ойлауға, бақытыңызды өзіңіздің қолыңызға алуға, сіздерді қуантуға, жиі сіздерге видео түсіруге тырысып отырамын. Байқағандарыңыздай жаңа үйге көштік, мендегі жаңалық. Сол үйге көшумен ары бері негізі көп уақытымыз кетті. Енді әйтеуір өзіме камера, свет алдым, енді тұрақты видеолар болады дегенге сенгім келеді, ойлаймын соған. Егер де бір запростарыңыз болса, осындай да бір қызықты тақырыпта менен бір видео көргілеріңіз келсе, онда комменттің астына жазыңыздар. Және де менің инстаграмыма жазылып қойыңыздар. Қазір инстаграмда да өте белсенді болып жүрмін. Негізі қызықтың көбісі сонда, жаңалықтың көбісі сонда бірінші шығады. Бірақ әрине сіздерге де пайдалы видеоларды түсіруге тырысамын. Сіздермен болған мен Айжан Кәрібай. Сау болыңыздар.